Енді бүгін ең тиімсіз және ең қисынсыз шешімдердің бірі қабылданды білім беру саласына байланысты. Ол заң жобасы бүгін біздің әріптестеріміз дауыс беріп қабылданды, енді Сенатқа жолданды. Соның ішінде бұны біз бірнеше апта бұрын ашық талқыладық, кәдімгідей пікірталас болды. Сондықтан бірақ сол пікірталасты, сонда айтылған аргументтерді ескермей, үн-түнсіз эксперттердің айтқанын тыңдамай, міне осындай өте тиімсіз 4 миллион баланың тағдырына тікелей әсер ететін және негативті түрде тікелей әсер ететін дұрыс емес тиімсіз шешім бүгін қабылданды. Ол шешім Енді ол шешім осы біздің мектептерді, балабақшаларды, жалпы сондағы барлық саясатты облыстық білім басқармасынан, яғни облыстық әкімдіктердің құзыреттілігінен алып, оны аудандық әкімдіктерге беру. Енді былай қарасаңыздар, негізі біздің ұсынысымыз мынандай болған. Біз бұл жерде бір компромисс табайық. Егер аудан әкімдеріне біз шаруашылық мәселелерін, жөндеуді, мынау материалдық техникалық база, басқа да мәселелерді берсек, жарайды, ол түсінікті болар еді. Ал бірақ енді аудандық әкімдерге біз білім бөлімдерін тағайындау, директорлер тағайындау, оларды ротациялау жасау, әдістеме мәселесін, білім беру сапасы мәселесін, білім мазмұнына қатысты мәселесін, бәрі солай қарап кетті ма? Соның барлығын түгел кәдімгідей алып, аудандық деңгейге бере салды. Сондықтан ол әрине депутаттар басқаша сөйлеп еді ғой, тек қана шаруашылық. Енді ол сол ғой, біз талқылаған кезде мәселе басқаша болды. Бірақ дегенімен шешім басқаша қабылданды, яғни барлығын түгел әдістемемен бірге, сапамен бірге, кадр мәселесімен бірге, ертең ол неге алып келеді? Біз сонда облыстық әкімге сенбейміз бе? Біз сонда облыстық білім басқармасына осы саланы білетін азаматтарға сенбейміз бе? Қалай болады сонда? Бізде 20 бюджетті тексеру қадағалау оңай ма, әлде 220 бюджетті тексеру қадағалау оңай ма? Ертең кадр саясаты қалай болады? Директорлерді қалай тағайындайды? Олардың ротациясы не болады? Олардың ішкі мұғалімдерді жұмысқа алу мәселесі ертең сыбайлас жемқорлық мәселесі ушықпайды ма? Ертең 2000 осыдан бірнеше жыл бұрын болған жағдайға біз қайтып келмейміз бе? Сол мұғалімдерді қайтадан массовкаға, мұғалімдерді қайтадан жиналысқа тарту бойынша, тіпті кейбір дотациялық өңірлерде ақшасы жетпейтін, бюджеті аз өңірлерге енді әр әкімдіктің бюджетіне байланысты болса, олар білім саласының жағдайы қалай болмақ? Олардың тағы да оқулықтар жетіспеуі мүмкін. Олардың тағы да жалақысы бойынша баяғыдағындай еңбек демалысына шыққанда тіпті ақшасын ала алмайтын жағдайға біз қайтып келмейміз бе? Ондай кепілдік бар ма, жоқ па?